Ассалаумағалейкум маза келі. Мына Шерхан дейтін бәлені өзімен қоса туған туыстарын да қоса соттау керек. Неге дейсіздер ғой? Бұл Шерханды білесіздер, 20 жасар Нұрай дейтін қызды алып қашып, артынан аңдып жүріп, аса қатыгездікпен өлтірген болатын. Мына Нұрайдың денесін көрген мәйітханадағы моргтағы адамның өзі айтыпты. Нұрайдың денесін көріп, бұндай сұмдықты бірінші рет көріп тұрмын деп ойлаңыздаршы. Нұрайдың және жарақатын көріп. Енді жаңа айттым ғой, мына Шерхан туыстарын да соттау керек деп. Нұрайдың ағасы айтады, Шерхан дейді, Нұрайды алып қашқаннан кейін Нұрайды алып кетуге бардым дейді. Сөйтіп барсам дейді, Шерханның туыстары 20 еркек, 20 қатын болып маған жабылып, Нұрайды бермей қойды дейді. Ойлаңыздаршы, бауырын алып қашып кеткен. Артынан ағасы барған, қуып, бауырын алып кетем деп. Барған ағасы Нұраймен сөйлескен, Нұраймен алып кетті, қорқып отырмын депті. Сөйтіп алып кетейін десе, Шерханның туыстары 20 еркек, 20 қатын болып, бұған жабылып бермей қойған екен, үйден қуып жіберген екен. Нұрайдың ағасы қасында бір адам болған, 2 адам болып барған, 20 еркек, 20 қатынға шамасы жетпеген. Содан бұл шамасы жетпегеннен кейін полиция шақырған. Осылай бауырымды алып кетті. Көмектес деген ғой полицияға. Полиция келіп алып не істегенін білесіздер ма? Ана не істеңіздер бар ғой, жағаларын ұстайсыздар, құлайсыздар әкесі. Полиция келген, келіп алып шай ішіп отыр дейді. Жұмысын жасаудың орнына шай ішіп отырып алды дейді. Сол шай ішіп отырған кезде мына жақта жаңағы 20 қатын бар ғой, Нұрайға қысым көрсеткен екен. Арыз жазба, анау мынау деп. Не деген масқара мынау, ойлаңыздаршы. Міне, осындай болған екен. Мана Нұрайдың ағасы қайта сабырлы кішкене жуастау жігіт екен да. Ане жерде мен болатын болсам бар ғой, 20 еркек, 20 қатын бар ғой. Базар жоқ енді, 20 еркекке кішкене шамам жетпей қалуы мүмкін. Бірақ ана 20 қатынның көтін айыратын едім әке жерде бар ғой. Қолыма не түседі, сұқымен сабайтын едім 20 қатынды. Шаштарын жұлып әкесінің аузы қолдарына беретін едім. Нұрайдың ағасы кішкене сабырлы жуастау жігіт екен да. Ойлаңыздар, жаңа полиция шақырған 20 еркек, 40 адам ғой енді. Соған шамасы жетпей қалған 2 адамның. Нұрайдың ағасы қасында біреу болған. 40 адамға шамасы жетпеген, содан полиция шақырған. Сөйтсе полиция келіп алып шай ішіп отырыпты дейді. Жұмысын жасаудың орнына. Міне. Мына Нұрайдың ағасы айтып отыр, бұл Шерхан дейді, бұл байдың баласы дейді да. Бұл бала, бұл жігіт жоқ деген әңгіме, жоқ деген сөз естімей өскен бала дейді да бұл. Сондай екен да бұл. Бұның ата-анасы дейді, Шымкентте дейді, базардың, торговый домның иелері екен да. Байдың баласы екен да бұл. Жаңа сөзге не дейсіздер? Мына Шерханның, мына Шерхан туыстары бар ғой, бұларды соттау керек. Неге дейсіздер ғой? Қараңдар. Бұл Шерхан туыстары білді да, Нұрайды Шерхан алып қашып келе жатқанын. Сол үшін бұлар дайындалды да. Міне. Алып қашу дейтін бұл қылмыс. Соны біле тұра бұлар кедергі жасап отыр. Нұрайды бауыр алып кетуге. Осы үшін сендер ертең кетіп қаласыңдар ау. Түрлері жаман сендердің бар ау, кетіп қаласыңдар ау. Жалпы сіздер не дейсіздер? Мына Шерхан туыстары да жауапқа тарту керек па, жоқ па? Ары қарай қайрандап жүре беру керек па? Мен бір мынау не деген масқара, 40 адамның арасында бір есі дұрыс біреу болмады ма? Ағайын, тоқтайық. Мынауымыз ұят болады, бұлымыз қылмыс, ертең бұл үшін біз жауапқа тартыламыз дейтін біреу болмады ма? Оққан тоқыған? Не деген масқара кезінің ауызы.